Өңірдің туристік әлеуетін арттыру экономикалық өсімге сеп. Талдықорған-Өскемен трассасынан Балқаш көліне дейінгі жол толық асфальттанады. Межелі мерзім шомылу маусымына дейін. Демалыс аймағының инженерлік коммуникациялық желісін салу жұмысы да қызу жүріп жатыр. Қазір күні Талдықорған-Өскемен тас жолынан Лепсіге дейінгі 105 шақырымның 80% аяқталды. Яғни 90 шақырым жол кесігі тақтайдай. Қалған 15 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Топырағы тапталып, жақын күндері асфальт жабындысы төселмек. Сонымен қатар жол жиегінде 3 демалыс тұрақтары болады. Жаңадан салынған Лепсі көпірінің құрылысы да аяқталуға жақын. Суға шомылу маусымына қарай толық қара төсеніш жабылып, көлік қатынасы реттелмек. Жұмысқа 150 адам, 40 техника жұмылдырылған. Шақырымда остановкасы, эстакада тоқтайтын. Осы жерді қазір асфальт жамылғыларымен дайындап жатыр. Асфальт завод қосылған бүгінгі күнде 20 сәуірден кейін асфальт жұмысын бастап, ары қарай туристік кезеңге дейін береміз да. Одан ары қарай тоқтамаймыз. Одан ары қарай шыма деген үстіңгі қабаты бар. Сол жұмыстарды параллельно жүргізе беретін боламыз. Сезон біткенге дейін. Мердігер мекеме үлкен, қаражат бар, техника жеткілікті, қажетті материалдар жиналды. Лепсіден Балқаш көлінің жағалауына дейінгі жол тақтайдай. Балқаш жағалауын дамыту ісі ілгері. Үлкен іске үкімет үлкен қаржы бөлді. Жауапты бір саласы Балқашқа дейінгі электр желілерін тарту. Сонымен қатар су мен кәріз жүйелерін де салу маңызды. Жағалауға бұл инфрақұрылым жетер күн алыс емес. Бірінші кезекте 35-тік электр желілерін тарттық. 16 шақырым подстанцияны толықтай жинадық. 110-ға 35 автомобиль жолының жер жұмыстарын жасадық. Және де су және кәріз желілерінің 48 шақырым дайындап қойдық. Маусым айының 15-іне шейін тоқ желілерінің құрылысын толықтай аяқтап, тұрғындар демалыс аумағындағы нысандарға беруіміз керек. Жобаға кірген жағалаудың ұзындығы 16 шақырым. Магистральды инженерлік инфрақұрылым жүргізілмей, туризм нысандарына инвестиция салу құмға сіңген сумен тең. Тиісінше алдымен осы жұмыс барысы жіті бақылауда. Жауапты мамандар туристік аймақтың егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын таныстырды. Онда 300-ден аса демалыс нысандары, сауда-саттық орталығы, қызмет көрсету кешендері мен мәдениет ошақтары қарастырылған. Сонымен қатар коммуналдық жағажайларда бой көтермек. Коммерциялық нысандар салынатын болады. Солармен бірге коммуналдық пляждар құрылысы басталды. Коммуналдық пляждар қол жетімді болады. Өткен адамдар күніне 20-30-40 мың теңге бәрі төлемейді. Бізде көп балалы аналар бар. Солар сондай отбасылар келіп, коммуналдық пляжға келеді. Электр жүйелері болады, су жүйелері болады, бәрі демалыс орындары болады. Керекті шатер пляждарында керекті заттарды сол жерге жоспарлап отырмыз. Балқаштың суы шипалы елдің қалаулы көлі. Жылма-жыл мұнда 50 мыңдай адам тынығады. Инфрақұрылымы жақсарып, жолы бітсе, туристік әлеуеті артып, тынығушылар ағылары анық. Мамандар болжамынша 450 мың туристке дейін өсуі мүмкін. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.